Қайырлы күн, есімім Қанат. Ақтау қаласында JET компаниясының өкілімін. Әкімшілік полиция басқармасымен бірлесе отырып, самокат қолдану ережелерін түсіндіретін боламыз. Қазақстан Республикасының жол қозғалысы туралы заңының жаңадан енгізілген түзетулер негізінде электросамокаттар жүргізушілеріне тыйым салынады. Жолдың жүріс бөлігінде 18 жасқа толмағандарға, кез келген санаттағы жүргізуші куәлігін алмағандарға, басқару кезінде түймелеген дулғасы жоқ азаматтарға, бір қолмен рөлді ұстамай жүргізуге, жаяу жүргізушілер өткелдері бойынша жолдың жүру бөлігін кесіп өтуге, жолаушыларды тасымалдауға, сондай-ақ басқаруға кедергі келтіретін жүкті тасымалдауға қатаң тыйым салынады. Құрметті самокат қолданушылар, сіздерді самокатты арнайы тұрақта қалдыруларыңызды сұраймыз, және де ешкімге кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіздер. Тәртіпке бағынған құл болмайды демекші электросамокат пен мопед қолданушыларына айтарым. Полиция департаменті, әкімшілік полиция басқармасының қызметкерлерінің түсіндірме жұмыстарына құлақ асыңыздар. Электросамокат қолдану ережелерін дұрыс сақтамасаңыз, айыппұлға алып келуі мүмкін. Маңғыстау облысының полиция департаменті, жол және техник инспекция бөлімі электросамокат пен мопед жүргізушілерін жол жүру ережесін қатаң сақтауға шақырады. Осы ретте айта кетейін дегені, полиция қызметкерлері рейдтік профилактикалық іс-шаралар жүргізіп жатыр. Біз оны күнделікті өмірде көріп жүрміз. Электросамокаттарды жауапкершілікпен пайдаланыңыз және қоршаған ортамызды бірге құрметтейік.